Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз квадрат теңдеулер, дискриминант және вид бойынша сабақ түсіндіретін боламын. Сіздер бұны қарап толықтай видеоның соңына дейін қарап шықсаңыздар, бұл тақырыптардың тағы да бір үшінші өте оңай шығару жолдарын көрсететін боламын. Жалпы квадрат теңдеулердің анықтамасын тоқтала кетейік. Ax квадрат қосылған bx қосылған c тең 0 түріндегі көп мүшені екінші дәрежелі көп мүше деп атайды. Ол не үшін? Себебі мына жерде бізде квадрат тұр, міне ax квадрат, x квадрат екінші дәрежелі. Енді ax куб болатын болса, үшінші дәрежелі деп, енді ары қарай түсінікті болып жатады. Екінші дәрежелі көп мүше немесе квадраттық теңдеу деп атаймыз. Бұл бізде мына жерде x квадраттың алдында, x-дің алдында тұрған және де мына жерде жеке дара тұрған c деген сандарымыз, бұл бізде кез келген сандар болады. Міне a, b, c деген бұл кез келген. Бұл таңба бізде математикада кез келген деген сөзді білдіреді. Яғни аны керісінше салсаңдар кез келген деген мағына білдіреді. Әрмен қарай бұны шығарудың жолы бізде біріншісі дискриминант. Дискриминантты қалай шығарамыз? Бізде жаңағыдай квадрат теңдеу берілсін, ax квадрат қосылған bx қосылған c бірінші мына жаққа қарап үйреніп алайық, кейін мына жақтан оның практика шығаратын боламыз. Дискриминант d мен белгіленеді, d тең болады b квадрат деп отырғанымыз ол бізде x-ның алдында тұрған санымыз. b квадрат міндетті түрде квадраттайсыздар минус 4ac. ac деген міне өздерін стрелкамен көрсетіп қойдым, көре жатарсыздар. ac. Мына жерде плюс c деп ескере кететін сан, мына жерде плюс c болса, мына жерде минус тұра береді, мына жерде минус. Егерде мына жерде минус тұратын болса, мына жер керісінше плюске ауысатын болады. Қазір есеп шығарған кезде түсіне жатасыздар. Сонымен бізде дискриминанттан екі түбір шығуы мүмкін. x1, x2 тең болады минус b. Тағы да ескере кетейік, мына жерде плюс b тұратын болса, онда бұл жерге, мына жерге минус b деп жазасыздар. Егер ол жерде минус тұратын болса, тек қана b-ның минуссыз, тек қана b-ның өзін жазып қоясыздар. Плюс минус, яғни себебі плюс минус деп отырған бірінші түбір, екінші түбір. Бірінші түбірді қоссаңдар, екінші түбірді азайтасыздар. Түбір асты d, яғни дискриминанттан түбірден шығарасыздар. Бөлімінде 2 көбейтілген a. a-ны білесіздер, x квадраттың алдында тұрған санымыз. Енді есепке көшейік. Мысалы, мынандай есеп берілсін. 2x квадрат минус 7x плюс 5 тең 0. Дәл мына жақтағы жазып қойғанымызды қарап отырайық. Дискриминант тең болады. b-ның алдында қараңыздар, минус 7 тұр, соны квадраттаймын. 7-ні квадраттасақ, қазір 49 болады. 7-ні квадраттадым. Енді қараңыздар, минус 4 көбейтілген a-сы ғой. a-ның орнында бізде 2 тұр, c-ның орнында 5 тұр. 5 бізде бірақ плюспен тұрғандықтан мына жерде минус өзгермейді. Минус болып тұрады. Сонда 49 азайтылған 40 болады, мына жерде көбейтсеңдер, сонда 9 шығады. Енді мына x1 мен x2-ні табайық. Енді түбірін табуға көшеміз ғой. x1, x2 7, себебі мына жерде минус 7 тұр. Көрдіңіздер ме? Мына жерде минус 7 тұр. Сондықтан мен мына жерге x1 мен x2 табылған плюс 7-ні әшейін жаза салам. 7 деп. 7 қосылған және азайтылған түбір арасында 9. Әрмен қарай осы есептерді шығарып кетейік. Енді мен осылай 2 стрелка сала салайын. 7, так, түбір асы 9-ын 3 шығады. Бірінші қоссақ, 7-ні 3-ке қоссақ 10, 10-ды астағы 4-ке бөлу керекпіз. 4-тен 10. Так, бұны қысқартамыз. Екіншісі бізде 7-тен азайтамыз. Түбір асы 9-ын 3 шығады. 4, яғни 7-тен 3-ті азайтсам 4, 4-ті 4-ке бөлсем, бірінші жауап 1 шығады. Енді мына жерден қысқарта сайын, 10 мен 4 екеуі 2-ке қысқарады. Мынау 2, мынау бізде 5 болады. Бірінші жауабымыз 1, 2-ден 5, екіншісі 1 болады. Енді мынаны өзімізше шығарып көрейік. Ал x квадрат минус 4x плюс 3 тең 0. Дискриминант тең болады. Так, 4-ті квадраттасақ 16 минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 3. Не үшін 1 деп жазды? X квадраттың алдында міндетті түрде 1 жазылады. Ал бұл деген не сөз? 1-ді кез келген санға көбейтсең, сол санның өзі шығады деген қағидаға сүйене отырып жаздық. Сонымен 16 азайту 4-ті 3-ке өтсек 12, бұдан бізден неше шығады? 4 шығады. Енді істеу керекпіз? x1 мен x2-ні табу керекпіз деген сөз. Бөлшек. Так, бізде минус 4 тұр, сондықтан істеймін? Оны плюс 4 деп жаза берем. 4 плюс минус түбір астында дискриминанттан бізде 4 шыққан болатын. Бөлімінде не? 2 көбейтілген a, a-ның орнында бізде 1-ге тең болғандықтан бұл жерде a. Мына жерде 2-ның өзін ғана жаза берсем болады. Так, біріншісі істейміз. Қосып көрейік. Бірінші 4-тен түбір астында неше шығады? 2 шығады. 4-ті 2-ге өтсем, қоссам 6, 6-ны 2-ге өлсем, бірінші түбірім 3 шығады. Екінші түбірім неше шығады? 4-тен 4-ті азайтып, түбір асты 4-тен 2 шығады. 4-тен 2-ні азайтсам 2, 2-ні 2-ге өлсем, ол бізде 1 шығады. Яғни бұның жауабы не ол? x1
3-ке тең болса, x2 1-ге тең болады. Бұл екеуінің орындарын ауыстыра берсеңдер болады. x1 1-ге тең, x2 3-ке тең деп орындарын ауыстыра берсеңдер болады. Енді бір ескере кететін жағдай, дискриминанттың кейде шықпайтын түрлері болады. Түбірлері шықпайды. Мысалы, мына жерде біз шығарып жатқанда дискриминанттан 2 түбір шығып жатыр, иә? Енді қай жағдайда дискриминант, егер де дискриминантны біз шығарамыз ғой түбір астан квадраттап, одан кейін азайтып, содан шыққан кезде егер де бізде дискриминантымыз 0-ге тең болатын болса, онда бір ғана түбір болады. Яғни x-ның өзі ғана болады. x1 ғана болады, болды. Иә? А егер дискриминантымыз 0-ден үлкен болатын болса, яғни кез келген 0-ден үлкен бір сан шығатын болса, онда бізде 2 түбір шығады. x1, x2 деген. Ал дискриминантымыз 0-ден кіші жағдайда ол бізде түбірі жоқ дегенді белгілейсіздер, иә? Бұл бізде теңдеулерге қатысты. Теңсіздіктерде сәл өзгеше. Әрмен қарай мына есептерді өзіміз шығарып көрейік. Ал x квадрат плюс 6x плюс 5 тең 0. Дискриминант не істеймін? Мына жерде b-ның қасында тұрған 6-ны, яғни b-ның орнында тұрған 6-ны квадраттаймын. Квадраттасам 36, азайту 4 көбейтілген 5. Қай кезде азайту қосу деймін мына жерге? Егер де плюс 5-дің алды минус 5 болып тұрса, осыны ескере кетіңіздер. Так, 36-дан 20-ны азайтсам 16 болады, иә? Бұл бізде сразу жазып кетейік, мына жерге 4-тің квадраты деп. Сонда бізде ыңғайлы болады. x1 мен x2-ні табатын болсақ, себебі 4 бізде 0-ден үлкен болып тұр, иә? Сондықтан 2 түбір шығады деген сөз. Мына жерде қараңыздар, плюс 6 тұрса, мына жерге мен минус 6 плюс минус 16-тан түбір шықты ғой, 1-ден 4 деп жазамын. Манағы алдыңғы есептерде біз қараңыздар, түбір астында деп жазып өттік қой. Ал мен мына жерде 1-ден түбірден қандай сан шығатын екен тауып қойдым. 16 бізде 4-тің квадраты деп. Сондықтан мына жерге 4-ті жаза салдым. X квадраттың алдында 1 тұр, сондықтан мына жерге 2-нің өзін ғана жазамын. Ал бірінші қосуды орындап көрейік, сосын азайтуды орындаймыз. Егерде минус 6 плюс 4, ол бізде минус 2 шығады. Минус 2-ні 2-ге бөлсек, минус 1 шығады. Екіншісі, минус 6 минус 4, ол бізде минус 10-ды береді. Минус 10-ды 2-ге бөлсең, минус 5. Болды, 2 түбірі шықты. Келесі есеп. Дискриминант. Так, 4-ті квадраттау керек бұны. 16, міне мына 4-ті квадраттадым. Так, 4, қараңыздар, 21-дің алды минус болып тұрғандықтан мына жерге плюс деп кетесіздер. 4 көбейтілген 21. 100 шығады. Ал 100 бізден ненің квадраты? 10-ның квадраты. Мен қазір дискриминантын 10 деп жазу керекпін деген сөз. x1 мен x2-ні табатын болсам, не істеймін? Так, мына жерде плюс 4 тұр, сондықтан минус 4 деп жазам. Плюс минус 10 бөлінген 2. Себебі x квадраттың алдында тағайдан 1 тұр. Бірінші плюстен басақ, минус 4 плюс 10. 10 үлкен болғандықтан 10-ның таңбасы қойылады да, бізден 6 шығады. 6-ны 2-ге бөлсек 3 шығады бірінші. Екінші түбірді азайтумен алайық. Минус 4 минус 10, бізде минус 14. Минус 14-ті 2-ге бөлсек минус 7 шығады. Әрмен қарай, тағы да мына жерде дискриминант табамыз. 2-ні квадраттасақ 4 болады, мына 2-ні квадраттадық. Минус, қараңыздар, 48-ні алды бізде минус тұрғандықтан мына жерге плюс деп кетеміз. 4 көбейтілген 48. Ал 196 бұл бізде ненің квадраты? 14-тің квадраты. Бірден қандай санның квадраты екен тауып кетейік. x1 мен x2-ні табатын болсақ, не болады бізде? Плюс 2 тұр. Қараңыздар, плюс 2. Значит, бізден істеймін? Минус 2 деп жазамын. Плюс минус 14 бөлінген 2. Так, енді минус плюспен алайық бірінші. Минус 2 плюс 14, ол бізде 12-ні береді. 12-ні 2-ге бөлсек 6 болады. Таңбамен жұмыс істеуді білеміз. Минус 2 минус 14 бізде минус 16, оны бөлсек 2-ге минус 8 шығады. 2 түбірі шықты, яғни минус 8 бен 6. Міне осылай дискриминантты шығарамыз. Түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Келесі бізде вет теоремасы. Енді вет теоремасы дискриминантқа қарағанда өте оңай шығады. Енді қараңыздар, ax квадрат плюс bx плюс c деген манағы бізде квадрат теңдеу берілсін. Енді мен оны ойша қалай шығара аламын? x1 мен, яғни 2 түбірдің көбейтіндісі с-ны беру керек. С қай жерде тұрған көріп тұрсыздар, плюс с-ны беру керек. Ал мына жердегі b екеуінің дәл сол түбірлердің, тағы қайталап айтамын, дәл сол түбірлердің қосындысы минус b-ны беру. Не үшін минус b? Себебі мына жерде плюс b деп тұр. Плюс b болса минус b-ны беру керек. Минус b болатын болса, міне мындай жағдайда міне ax квадрат минус bx плюс c тең 0 деген жағдайда минус b-ны біздер қараңыз x1 мен
x2-нің көбейтіндісі с-ны беретін болса, міне плюс с-ны, x1 мен x2-нің қосындысы минус плюс b-ны беру керек, иә? Плюс b деп жазбақ қойын, просто b-ны ғана беру керек. Себебі мына жерде минус болып тұр. Енді есептер шығарып көрейік. Басында сіздерге бұл сәл қиындау болып көруі мүмкін. Ой, қойшы ағай, мен дискриминантпен шығарғаным ыңғайлы десеңіздер де болады. Бірақ енді өздеріңіз еркіленіп үйреніп алсаңдар өте оңай. Қараңдар, бірінші с-ға қарайық, плюс с-ға қараймыз. Міндетті түрде плюс с-ға қараймыз. Қандай санның көбейтіндісі 3-те береді. Әрине, ол бізде x1 3-ге тең, x2 1-ге тең. Себебі бізде 3 пен 1-дің көбейтіндісі 3-те беріп тұр. Енді дәл осы екеуінің қосындысы 3 пен 1-дің қосындысы. Мына жерде минус 4-ке қарама-қарсы плюс 4-ті беру керек. Міне, екеуінің қосындысы плюс 4-ті беріп тұр. Яғни бірінші жауабымыз бізде 1-ге тең, екінші жауабымыз түбіріміз 3-ке тең деген сөз. Міне осылай таба қоясыздар. Енді келесі есеп шығарып көрейік. X квадрат плюс 5x плюс 6 тең 0. Мен ойлану керекпін, қандай сандардың көбейтіндісі 6-ны береді. Яғни 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6-ны беріп тұр ғой. Бірақ мына жерде плюс 5 тұр ғой. Мына қазір екеуін қоссам, қараңыздар. 3-ті 2-ге қоссам, плюс 5 шығып тұр. Жоқ, маған плюс 5 емес, керісінше мынаған қарама-қарсы минус 5 шығу керек. Сол кезде не істеймін? Мына жерде яғни бұл сандар емес. Тағы ойланып көрейік. Минус 3-ті минус 2-ге көбейтіп көрсекші. 6 шығады ғой, 2 теріс санды көбейтсең 10 сан шығады ғой. Енді мына жерде екеуін қосып көрейік. Минус 3-ті минус 2-ге қоссам, минус 5 шығып тұр. Яғни мына жерге плюс 5-ке қарама-қарсы. Болды, есебімнің жауабы шықты. x1 менің минус 3-ге тең, x2 минус 2-ге тең деген сөз. Міне сәл ойлану керексіздер. Ойлану керексіздер болды. Кеттік, әрмен қарай. X квадрат минус 7x плюс 10 тең 0. Так. Онда қандай сандарды көбейтсем 10 шығады. 5 пен 2-ні көбейтсем 10 шығады. Так, енді мен тексеру керекпін. 5 пен 2-ні қоссам, анау жерде тұрған минус 7-ге қарама-қарсы плюс 7 шығу керек. Иә, екеуін қоссақ плюс 7 шығып тұр. Болды, есептің жауабы шықты. x1 бізде 2-ге тең, x2 бізде 5-ге тең деген сөз болды. Так, әрмен қарай тағы да тәжірибе жасап көрейік, практикаға дейдік көрейік. Енді қараңыздар, мына жерде манадан бері біз есеп шығарып жатқан кезде x квадраттың алдында ешқандай бір сан тұрмайтын, яғни 1-ден басқа деп жатқаным ғой. Мына жерде 1, мына жерде. Енді мына жерде сан тұрса, ветті қалай қолданады? Бұл көп оқушылар осы жағдайда ветті қолдана алмай қалады. Бұл жерде былай істейсіздер, қараңыздар. Мына 5-ті мына 7-ге бірінші көбейтіп жібересіздер. Сонда сіздер мынандай шығады. X квадрат минус 2x минус 35 тең 0. Мынау сіздерге ыңғайлы ғой уже. Алдыңғы есепте, иә? Енді қандай сандардың көбейтіндісі бізде 35-ті береді. Әрине, минус 35-ті беру керек. Мұқият болайық, минус 35-ті беру керек. Сондықтан бұл жерде 7 мен 5-нің көбейтіндісі келмейді. Біз бұның орнына 7-ні минус 5-ге көбейтіп көрейік. Себебі қазір екеуін қоссам, минус 2-ге қарама-қарсы плюс 2 шығып кетеді. Сол себепті минус 5-ге көбейтем, сонда минус 35 шығып тұр ғой. Мына жердегі санымыз шықты. Енді екеуінің қосындысы 7 қосылған минус 5. Бізде 7 азайтылған 5 болады. Сонда бізде 2-ге тең. Так, мына жерден 2 шығып тұр. Бізде мына жерде минус 2 болып тұр ғой. Соған қарама-қарсыдан шығып тұр деген сөз. Енді 2 жауап шықты ғой. x1 бізде минус 35 беріп тұр. x2 менде 2 болып тұр. Енді алдыңғы есепте біз 5-ті көбейтіп алдық қой. Енді осы 5-ке қайтадан бөліп жіберу керек. Так, минус 35-ті 5-ке бөлсек, бірінші жауап минус 7. Мына 5-ке бөлсек, осылай қала берсек болады. Немесе ондық бөлшек ретінде 0,4 деп жазсақ та жеткілікті. Сонда жауабымыз минус 7 және де 0,4. Сонда не істейміз? Бірінші көбейтіп аламыз. Міне, екінші есепте дәл солай көрейік. X квадраттың алдында 11 тұр, оны мына 1-ге көбейтіп аламыз. Соңында бөліп жібереміз. X квадрат плюс 10x минус 11 көбейтіп жібердік 1-ге тең 0. Яғни қандай сандардың көбейтісі 11-де береді? Минус 11-де беру керек. Так, минус 1 мен, минус 1 мен плюс 11-дің көбейтіндісі минус 11-де береді. Бірақ екеуінің қосындысы минус 1 мен плюс 11-дікі қосындысы 10-ді беріп тұр. Ал бізге мына жерде плюс 10 болғандықтан, мына жерде керісінше минус 10 болып. Бұл емес деген сөз. Тағы не істеймін? Енді орыннан ауыстырам. Таңбасын орнына ауыстырам. Мен 1-ді көбейтемін минус 11-ге. Сонда минус 11 шықты. Так, есеп жауап шығып келе жатыр. 1-ді қосамын
минус 11-ге бізде неше шығады? Минус 10 шығады сол кезде. Міне есеп жауап шықты. Так, x1 менде минус 11-ге тең, x2 минус 10-ға тең. Енді соның басындағы 11-ге қайтадан бөліп жіберу керекпін. Сол кезде неше шығады? x1 менде минус 1 шығады, x2 сол күйінде қалай берсе болады, 10 бөлінген 11 ретінде. Болды, міне есептің жауабы шықты. Ал мына үшінші есеп шығарып көрейік. Мына 6-ны есе керекпін, мына с-ға көбейтіп алуым керек. Сонда бізде y квадрат минус 16 y минус 36 тең 0. Енді қандай сандардың көбейтіндісі 36-ны береді? Минус 36-ны беру керек, иә? Так, 9 мен 4-тің көбейтіндісі беруі мүмкін. Бірақ екеуін қоссақ та, азайтсақ та 16 шықпайды, бұны ала алмаймыз. 6 мен 6-ның көбейтісі 36-ны береді. Бірақ екеуінің қосындысы мүлдем 16 шықпайды. Айырмасы да алмаймын. 12 мен 13-тің көбейтісі 36-ны береді. Бірақ екеуінің қосындысы тағы да 16-ны бермейді. Ойша ойланып жатырмын. Мен не істеу керекпін? 18-ді 2-ге көбейтсем, міне 36 шығады екен. Екеуінің айырмасы 16-ны беру керек. То есть қосындысы. Кешіріңіздер, қосындысы беру керек. Бірақ қосындысы 20 шығып кетейін деп тұр. Ал бізге неше керек? 16 керек. Сондықтан мен мына жерде таңбасын өзгертем біреуінің. Қалай істесем плюс 16 шығады. Әрине 18-де минус 2-ге көбейтсем бізде минус 36 шығады. Мына жерден көріп тұрсыздар, минус 36 тұр. Енді осыны істеу керекпін? Қоссам, 18-ді қосамын 2-ге. Енді қосудың орнына мен азайту салып табатым, себебі былай жазылу керек қой, 18 қосылған минус 2 деп жазылу керек. Мен минус 2 деп. Минус, мына плюсті жай жүретті, өзі плюс минус болып кетеді. Мені көрдіңіздер ма? Екеуін көбейтіп жібереміз. Жақша оның арасында көбейту тұр деген сөз. 18-ден 2-ні азайтсам 16. Болды, міне шықты. X бірінші түбіріміз 36-ға тең минус 36-ға, X екінші түбірім бізде 16-ға тең болады. Енді алғашқы көбейтіп жүрген 6-ға қайтадан бөліп жіберемін. Сол кезде X бірінші түбірім менде минус 6-ға тең, X екінші түбірім екеуін қысқартып жіберемін, 2-ге 3-тен 8-ге тең екен. Болды, міне осылай вейтті шығаратын боласыздар. Енді бұл вейттен де дискриминанттан да өте оңай жолы бар. Оны қалай шығарамыз, е? Енді қараңыздар. Енді вейт кейде бұл оңай жолы жұмыс істемей қалуы мүмкін. Бірақ кейде қарап отырсаңыздар, өзі көрініп тұрады. Мысалы, мына x квадраттардың орнына, x-тің орнына 1-ді қойып шығайық. Қараңыздар. 2 көбейтілген 1, азайтылған 7 көбейтілген 1, қосылған 5. Осы амалды орындап көрейікші. 2-ні 1-ге өтсем 2, 2-ден 7-ні 1-ге өтсем 7, қосылған 5. Сонда неше шығады? 2-ден 7-ні азайтсам минус 5, минус 5 плюс 5, бізде нешені беріп тұр? 0-ді беріп тұр ғой. Яғни, x-тің орнына 1-ді, немесе x-тің орнына минус 1-ді қойған кезде 0 шықса, онда біздің жауаптар былай болады. Бірінші жауап міндетті түрде 1 болады. Ал екінші жауабымыз с-ны а-ға бөлгендегі болады. Сонда бізде қараңыз, с-ның орнында плюс 5 тұр, оны 2-ге бөлу керек. 2-ден 5 шығады. Немесе бұны 2,5 деп шығарсақ болады. Міне болды, есептің шықты. Так, мынаны алып тастаймын, қазір келесі есепке кедергі жасайды. Сонымен былай жазды. X1-іміз бізде 1-ге тең болады. Міндетті түрде егер 0 шығатын болса, X2-ім бізде 2,5, яғни 5-ті 2-ге бөлeceğim. Мына жерде қараңыздар. Енді ойша істеп көріңіздерші, x-тің орнына 1-ді қойып көріңіздер. Так, 1-дің квадраты 1, азайтылған 4, қосылған 3. Так, минус 3 плюс 3 бізде нешені береді? Екеуі 0-ді береді, иә? Енді не істейміз? Яғни автомат түрде бірінші жауабымыз 1-ге тең, екінші жауабымыз мынау тұрған 3-ті плюс 3-ті мына жердегі с-ға бөлу керекпіз. То есть а-ға бөлу керекпіз. 3-ті 1-ге бөлсек, ол бізде 3 шықты. Болды, есеп шықты. Дискриминантпен тексеріп көрсеңіздер болады. Көрдіңіздерші, дискриминантпен тексеріп. Дұрыс шығардым ба, шығармадым ба? Әрмен қарай, мына жердегі x квадраттың орнына 1-ді қойып көрейік. 11 қосылған 10, азайтылған 1 болады, тең 21, 20. Так, оппа, шықпай қалды. Енді істеу керекпін, x-тің орнына мен минус 1-ді беру керекпін. X-тің орнына минус 1-ді берем. 11-ді көбейтсем, минус 1-дің квадраты ол бізде плюс 1-ді береді. Сондықтан 11-дің өзі жазылай береді. Минус 10 шығады, себебі плюс 10-ды минус 1-ге өтсем, минус 10 шығады, минус 1. Сонда бізде 0 шығып тұр. Опа, значит, бірінші түбіріміз нешеге тең? Минус 1-ге тең. Міне айырмашылық қандай мына алдыңғы есептерден. Екінші жауабымыз не болады? Мына минус 1-ді бөлу керекпін, мына 11-ге. Значит, біздің екінші жауабымыз минус 11-ден 1 шығады деген сөз. Болды, міне осындай оңай жолдары бар.
осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Егер де түсініксіз болса, комментарияға жазып кетіңіздер және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.